Осындай сияқты шаблондарды қалай әзірлейміз? Бүгінгі бейнеролигіміз осы тақырыпқа арналады. Оны әзірлеу үшін бізге міндетті түрде canva.com деген сайт қажет. Google'дың іздеу жолағына canva.com деп жазамыз. Осы жерге кіреміз. Бірінші регистрация жүргізу қажет. Міндетті түрде Gmail аккаунт болу қажет. Менде қарап отырсаңыз, мына жерде өзімнің Gmail аккаунтымен тіркелгенмін. Қазір мен сіздерге регистрация жұмыстарын тіркеліп қойғандықтан көрсетпеймін. Ең бірінші бетінде осы жерде документ, интерактивный доска, презентация сияқты түрлі шаблондарды ұсынады. Осының ішінде мен жаңағыдай секілді шаблондарды кәдімгі презентация 16:9 размерінде жасаймын, басамын. Осы кезде міне байқап қарайтын болсақ, бізде дайын презентациялардың шаблондарын ұсынады. Қарап отырсаңыз, өте дайын шаблондар көп. Мысалы, мен мына жерге іздеймін тақырыбымның мазмұнына сәйкес. Мысалы, школа деп іздеймін. Школа деп іздейтін болсақ, мысалы, мынадай сияқты презентацияны шығарып береді бізге. Міне үстінен бір рет бастық. Кейбір шаблондар бізде ақылы болып келеді, олардың қасында бізде ақылы деген знак тұрады. Тағы да осындай тағы бір шаблонды қарау үшін мына жерде плюсик батырмасын басып, мына бір шаблонды қарап. Міне осындай сияқты форматтағы шаблондарды презентацияның тауып аламыз. Сосын мына жердегі біз тексттарды өзгертеміз, өзіміздің тақырыбымызға сәйкес. Енді осы жазған сөзімізді әдемілеуге болады. Осы жоғары жағына қарайтын болсақ, түрлі шрифттардың түрлері бар. Өзіңіздің ұнағанын таңдап аласыз. Мен көбінесе Лора дегенді таңдаймын. Сосын жирный қылып қойсаңыз болады, мынаның барлығын белгілеп. Асты сызылған деген сияқты мына жерде эффект ұсынатын түрлері бар, мынадай сияқты түрлері, мынадай сияқты түрлері бар. Өзіңіз қалағаныңызша таңдап аласыз. Және осыны кез келген жерге жылжыта аласыз мышкаңызды баса отырып. Сонымен қатар мына жерде керек емес аймақ болатын болса, мысалы мына текст бізге керек емес, жоғарыдағы осы текстті біз белгілеп алып өшіріп тастаймыз. Пернетақтадан backspace пернесін басып. Енді біз мына жерде шрифттардың размерін үлкейтсек болады, кішірейтсек болады. Мына жерде түсін таңдасақ болады. Жалпы біздің таңдаған слайдымыздың дизайнына орай бізге цвет документа деп шығып тұрады. Негізінде осы түстерді таңдаған дұрысырақ болып саналады. Және тағы да мына жерде кәдімгі презентация жасаған кезде біз анимация қоя аламыз да. Сол секілді біз анимация қойсақ болады. Мынадай сияқты етіп кәдімгі презентация жасаған кезде қалай жасайсыз, дәл сол секілді. Мына жерге сурет қоямыз. Суретті қойған кезде өзіміздің компьютерімізден алдын ала бір суретті дайындап қоямыз. Мына жердегі шаблонды қарайтын болсақ, мұнда сары түсті фон. Мына жерде тірек сөзді суреттердің түрлері берілгенде фото тұр. Осы фотоның артындағы фонды қиып тастаған. Ол үшін біз алдын ала бір суретті дайындап аламыз. Мен мысалы қарап отырсаңыз, мынадай фото дайындап қойдым. Осының артында бізде розовый фон бар да. Осы розовый фонда алып тастауым қажет. Ол үшін мен не істеймін? Google-ға тағы да жазамын. Удаление фона деп жазам. Мына жерде remove.bg деген бар. Соған сол сайтқа кіремін. Өзімнің жиі қолданатын сайтым. Загрузить изображение дегенді басып, жаңағы мен өзімнің таңдап алған фотомды қоямын осы жерде. Осы сайттың арқасында біз артқы фонның барлығын жойып тастайтын боламыз. Нәрселерден арылып, качать етіп басып аламын. Содан кейін осы фоны жойылған суретті әкеліп, копировать етіп алып келіп, жаңағы Canva-дағы таңдап отырған слайдыма қоямын. Міне қойдым. Енді мына жерде мысалы бізге қайшының суреті қажет емес болатын болса, удалить етіп тастасақ болады. Удалить деп әкелінген суретті жан-жақ керек емес жерлерін, аймақтарын өшіріп тастасаңыз болады. Мына жерге қоям. Мысалы мына кітапты өзгертіп мен мына жаққа қойсам болады. Өйткені мына қыз ойланып мына жерге тұрғандықтан. Немесе мына ручкалардың барлығын біз осылай өзгерте аламыз. Мына аймақтарға қойып деген секілді. Мына бояудың суреті қажет емес, мысалы маған, мен оны алып тастаймын. Мен мына жерге келіп қоям. Кішкене өзіміздің фантазиямызды қосамыз. Программаны жасап отырсаңыз, логотипті қою қажет болатын болса, интернеттен тауып алып келесіз. Немесе мына жерде элементы деген бөлімінде мына жерге сіз өзіңізге қажетті книганың суретін іздеп көрейік. Книга дейміз да. Қажетті мысалы книганың суреті қажет болатын болса, осы жерден мысалы тауып алсақ болады. Мына жерде Pro деген бар, ол бізде ақылы нұсқасы болып келеді. Енді бізге тегін кітап қажет болатын болады. Алып келіп мына жерге қоя қойсақ болады.
шаблонымыз дайын болды. Енді бір екінші шаблонды тағы да біз безендіріп көрейік. Мына жерде де бізде дайын шаблон. Бұл міне егер Pro версиясы болатын болса, Canva деген жазу шығып тұрады. Сондықтан мұндай шаблондарды сіз пайдаланбағаныңыз дұрысырақ. Өйткені программаның логотипі қойылып қойған. Мына жерде мысалы мынау бар. Манағы сөзді алып келеміз, трендтегі шаблонды жасау жолы. Мына жерге әкеліп қоя қояйық. Өшіріп тастаймыз артық жерлерін. Мынаған тағы да эффектімен мысалы былай жасадық. Енді жаңағы артқы фонын алып тастаған суретімізді копировать етіп алып, жаңағы екінші жасап жатырған дизайнымызға келіп қоямыз. Не қойдық? Меніңше бұл мына жерге келеді. Сосын мына жерге келеді. Мына дөңгелекті кішкене мына жаққа барып қоямыз. Үлкейту қажет болса тағы да үлкейтеміз. Сонымен біздің шаблондарымыз дайын болды. Өте оп-оңай. Енді оны біз скачать етеміз. Поделиться, сосын скачать. Стандартный PDF файл дегенде емес, JPG дегенді таңдаймыз. Сосын мына жерде все страницы емес, бізге қай страницалар қажет. Қана бізге қазір мысалы бірінші страница керек дегенді таңдап, скачать дегенді басып. Міне біздің бірінші шаблонымыз жүктелінді. Енді тағы бір екінші шаблонымызды қарайық. Тағы да скачать, JPG деген таңдап аламыз. Страница бізде 3-ті көрсетіп тұр. 3 готов, скачать деп басып аламыз. Міне бізде жүктелу процесі жүргізілді. Екінші шаблонымыз да дайын болды. Сонымен менің бүгінгі ұсынған видео шығарылым сізге пайдалы болды деп ойлаймын. Кәделеріңізге жарасын.